Баршаңызға сәлем достар. Қазіргі таңда Ресей-Украина елдері арасында әскери қақтығыс болып жатқаны баршаңызға мәлім. Бұл соғыстың бастауы осыдан 8 жыл бұрын Ресейдің ол жерді өз мүлкі деп тануы себеп болған еді. Біз бүгін сіздерге Украина шынымен Ресей жері ме? Олар тарихтарында қанша мәрте соғысты? Жер бетінде орыстар бұрын пайда болды ма? Әлде украиндар ма? Осы және өзге де сұрақтар жайлы толық білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінеміз. Ежелден Европа астығының отаны болып саналған Украина жері тек бүгін ғана емес, ерте ғасырлардан бері көне грек, Рим, ғұндар, одан бері моңғолдар да өз қарамағында ұстауды қалаған. Байлыққа толы әрі сауда жолындағы аса маңызы зор жер болып келеді. Славян деген атау тарих беттерінен 9 ғасырдың соңына қарата жазбаларда байқала бастайды. Қазіргі Румения, Болгария шекарасындағы Новгород жерінен келген халық сол жердегі рус атаулы халықпен бірлесіп, Рурик патша өз мемлекетін құрған. Ол қысқа уақытта ел территориясын кеңейтіп, Киев қақпаларына дейін жетеді. Кейін оның орнына келген Олег патша Киевті билігінде ұстаған аз ұлттарды өлтіріп, сауда-саттық үшін аса маңызды болған қаланы өз бақылауларына алады. Киев қаласынан Скандинавиядан Римге дейінгі сауда өтетін болғандықтан, ел экономикасын қарқынды көтеріп отырды. Нәтижесінде Олег патша мемлекет атауын Киев князьдық етіп өзгертті. Кейін олардың шығыс бөлігіне Орта Азиядан келген қыпшақтар орналасып, Қыпшақ елінің негізін қалайды. Киев князьдығы қыпшақтардың үздіксіз соғысының кесірінен араларынан түсініспеушілік туындап, ел бірнеше бөлікке бөлініп кетеді. Осы аралықта бірнеше бөлікке бөлінген тайпалардан қазіргі славян халқы елдері пайда болып, осы күнімізге дейін келіп отыр. Енді тайпалар қалай бірікті, соған келсек. Шын мәнінде олар осыдан кейін еш уақытта бейбіт түрде бірлесе алмады. Оған себеп Қыпшақ шабуылынан көп өтпей моңғол шапқыншылығы болып, славян халқының басым бөлігі моңғолдар қол астында қалса, кейін моңғол империясының ыдырауымен құралған Алтын Орда елінде де қазіргі Москва, Польша жерлері болып бірнеше ғасыр ішінде түбі бір ұлт бір-бірінен айтарлықтай ажырап кетті. Алтын Орда елі өз билігін тоқтатумен бөлініп, шыққан Москва хандығы шекарасын жан-жақты кеңейте отырды. Алайда 17 ғасырда қате саясаттың кесірінен қазіргі Польша, Латвия елінің бірлескен әскерімен соғыс жүргізіп, Киев қаласынан айырылып қалады. Әйткенмен 17 ғасыр соңында қайта ұрысқа шыққан славян жасағы Киевті қайтадан басып алып, әлемдегі барша славян халқын бір тудың астына жинай білді. Бірақ бейбіт түрде емес, қаншама қан төгу нәтижесінде. Осылай айналасын жайлаған Ресей патшалығы өткен ғасырда өздерінің ең қатыгез кезеңдерін бастан өткеріп, қол астындағы өзге ұлттарға қаншама зұлмат шектіргені баршамызға мәлім. Осы азапты көрген ұлттар қатарына Украина халқы да кіреді. Себебі қазақ ұлты зиялыларынан айырылып, ашаршылық көрген тұста оларда осындай қатыгез саясат құрбаны болып, ақыр соңында тәуелсіздіктеріне қол жеткізген еді. Олар үшін тек жер дауы ғана емес, ұлт дауы да бар. Олардың таласқа түсер тұсы да Украинадан орыс ұлты тарады ма, әлде орыстардан Украина ұлты тарады ма деген соңы жоқ шексіз жанжалға тола сауал болып отыр. Сіз олардың тарихы жайлы қандай пікірдесіз? Ойыңызды төменге жаза кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.